Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет және Шынардың арнасындасыздар. Түскі немесе кешкі асқа ең оңай тағам әзірлейміз. Ол тағамның негізгі құрамы қарақұмық және тартылған ет. Қарақұмықты әбден 2-3 қайтара суға жақсылап жуып аламыз да, қандай ыдыспен қарақұмықты өлшеп алсаңыз, тура сол ыдыспен 2 су құямыз. 1 шай қасық тұзымызды салып 15 минут қайнатып, аузын жауып қойып қоямыз, суытамыз. Үлкенірек бір пиязды әдемілеп сақтап тураймыз. Тартылған етімізді, қарақұмықты, пиязымыздың жартысын, 2 жұмыртқаны, тұз бұрышымызды, 1 тіс сарымсақты әдемілеп турап салып, жақсылап араластырамыз. Алдағы уақытта осылай оңай және тез дайын болатын тағамдардың рецептерімен көбірек бөлісетін боламын. Сол рецептерді жоғалтып алмау үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Дайын болған қоспамызды әдемілеп қысып формаларға келтіріп, ұнға аунатып, котлетиктерімізді дайындап қоямыз. Қарақұмық дәрумендер мен минералдардың бай және бірегей құрамына ие. Құрамында калий, кальций, мырыш, темір, фосфор, мыс, магний, фолий қышқылы, Б тобындағы витаминдер мен тағы да 18 амино қышқылы бар болғандықтан диета ұстанатын адамдарға таптырмас өнім. Дайын болған котлетиктерімізді әдемілеп табада қызып тұрған майға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Достар, сіздер қалай дайындайсыздар? Сіздердің өздеріңіздің оңай және тез дайындалады деп есептейтін рецептеріңіз болса, комментарийда бөліссеңіздер болады. Менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әбден 2 жағы қызарып, піскен котлетиктерімізді дайын болған кезде тәрелкеге салып аламыз. Енді томатный соусымызды дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм қайнаған суға 2 үлкен қасық томатный пастаны қосып, әдемілеп араластырамыз. Табада қызып тұрған майға қалған пиязымызды салып, әбден қуырамыз. Кейін үстіне жаңағы дайындап қойған соусымызды құйып, тағы бір кішкене отта ұстап, үстіне жаңағы дайын тұрған котлетиктерімізді әдемілеп салып шығамыз да 15 минут баяу отта пісіреміз. Сонымен міне котлетиктерімізді дайын болды. Бұл котлетиктерға гарнир қоспай қойсаңыздар да болады. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Жасаңыз, комментарийда бөлісіңіз. Алдағы уақытта менің салған видеоларымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.